Қайынсіңлім жеңше хачапури жейікші дегесін, неге үй жағдайында хачапури жасамасқа деп бүгін қайынсіңліме өте дәмді хачапури по-аджарски жасап бердім. Қамыры жүп-жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Осымен екінші рет жасап тұрмыз. Ең алдымен жылы судың үстіне тұз, қант, ашытқымызды араластырып, 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, ұнымызды салып отырып, жақсы қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болғасын, үстіне тағы да кішкене сұйық май қосып, қамыр мен сұйық май бір-біріне сіңгенше 3-4 минут жақсылап араластырып көтерілуге қоямыз. Көтерілген қамырымызды қайтадан билеп, одан кейін керек бөлшекке бөліп, тағы да 10 минут көтерілуге қойып, сосын барып жаятын боламыз. Мен осындай имир сырын қолдандым. Қамырымызды осындай лодка формасында жасап алып, ортасына сырын толтырып, осылайынан нығыздап түйіп шығып, келесі бетіне аударып, ортасын пышақпен кесіп, хачапуридің формасын беретін боламыз. Сыртына жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған 200 градус пеште 15-20 минутқа салатын боламыз. Әркімнің пешіне қарай әртүрлі піседі. Менікі 15 минутта пісіп шықты. Одан кейін ортасын кішкене ашып, жұмыртқаны саламыз. Негізінде жұмыртқаның сарысын салады, бірақ мен ақ-уызы обал болмасын деп екеуімен бірдей салып жібердім. Жұмыртқамыз кішкене жартылай шала піскенше тағы да 2-3 минутқа салып аламыз. Осымен біздің хачапуриіміз дайын болды. Өзімізге қатты ұнады. Сіздер де жасап жеп көріңіздер. Керек заттың құрамын описаниеге қалдырдым. Баршаңызға ас болсын.